Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен американский панкейкті дайындайтын боламыз. Таңғы асқа өте жеңіл әрі дәмді тағам болып табылады. Ең алдымен бір жұмыртқаға қантымызды салып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Ешқандай блендердің көмегі қажеті жоқ. Одан кейін бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құйып, үстінен бір қасық разрехитель салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған ұнымды осылай екіге бөліп салатын боламын. Қыздар, дәл осы рецептті міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте дәмді панкейки шығады. Бір рет жасап, бірнеше рет жасап жейтін боласыздар. Бөлме температурасындағы сары майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де мен дәнектерді салатын боламын. Салсаңыздар да, оны салмасаңыздар да маңызды емес. Бірақ осы панкейктерге өте дәмді, ерекше дәм беріп тұрады. Сіздерге осы жолмен де жасап көрсеңіздер болады. Осы орайда тапамызды жақсылап қыздырып қоямыз. Тапамызды майламаймыз. Орташа оттың астында қызған тапа болуы қажет. Осы панкейктерімізді құйып алатын боламыз. Және де беті көпіршікте осылай тесік болып шығады. Осы уақытта ол пісті деген сөз, астыңғы жағы. Одан кейін үстіңгі жағын пісіріп аламыз. Бізде осындай өте дәмді панкейктер дайын болды. Үстін кез келген нәрсемен әрлеп, балмұздақпен, йогуртпен, шоколадпен жесеңіздер де солай ұсынсаңыздар да болады. Өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Баршаңызға ас болсын. Менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.